Бәріңізге қайырлы күн, достар. Бүгін біз сіздермен восточный пирог деп аталатын ерекше дәмді пирог дайындайтын боламыз. Соңына дейін қарап, бірге жасап көріңіздер. Каналда басқа да көптеген пирогтардың рецептісі бар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Біз қазір тесто мен меренге дайындайтын боламыз. Ең алдымен жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп аламыз. Тестоға қажет ұн, құмшекер, май, жұмыртқаның сарысы, разрыхитель. Видеоның астына мөлшерін қалдырып кетемін. Бәрін араластырып, жұмсақ тесто илейміз. Тестомыз жақсылап билеп алып, домалақтап, салфанға салып қоямыз. Меренгаға жұмыртқаның ағы мен құмшекерді араластырып, миксермен осындай сұйықтық болғанша араластырамыз. Сухофруктыларды жуып дайындап аламыз. Менде мүйіз, өрік, жаңғақ. Тестомызды екі бөлікке бөліп, осылай қамыр жаямыз. Астына, сосын үстіне. Астына сухофруктыларды сала береміз. Үстіне меренганы төсейміз. Үстіне меренганы жақсылап жағамыз. Үстіңгі тестоны жауып бөріп қоямыз. 180 градуста 40-45 минут. Бетін жұмыртқаның сарысымен жағып, күнжіт сеуіп қоямыз. Шай ішкенге күшті пирог болады, өте пайдалы, жұмсақ, жасап көріңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз, басқа да пирогтардың рецептісі көп.